Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сүзбенің пайдалы қасиеттері туралы білеміз. Сүзбе сүттен дайындалған кальций мол керемет тағам. Онда 14-18%-ға дейін ақуыз мөлшері кездеседі. Сүзбеде жасұнық құрылымы мүлде жоқ. Сондықтан ет, құс еті және балықтағы ақуыз көздерінен ерекшеленеді. Сүзбе жеңіл қабылданады және толығымен қорытылады. Сүзбеде майдың көлемі 20%-ға дейін жетуі мүмкін, бірақ диеталық майсыздандырылған түрлері де бар. Сүзбенің майсыздандырылған түрлері амин қышқылының алмастырылмайтын түрі метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин көлемін азайтып, бауыр майлануының алдын алады. Ал бауырдың майлануы ағзаға токсиндерді немесе түрлі дәрі-дәрмектерді қабылдауға мәжбүрлейді. Аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдер кальций мен басқа да микроэлементтерге бай сүзбені жиі қолданған жөн. 5 және 7 айлық сәбиге де сүзбе беруге болады. Балалар үшін сүттен жасалған ұзақ уақыт қайнатылма майсыз сүзбе тиімді. Сүзбе ағзадағы ұлпаның өсуіне және қалыпқа келуіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүйке жүйесі мен қан айналымын және жүрек қызметіне пайдалы. Сүзбе тек қана балалар үшін ғана емес, егде адамдарға да аса қажет. Ол бауырды, атеросклерозды және гипертониялық ауруларды емдеу кезінде диета құрамына кіреді. Сүзбе асқазандағы және ұлтабардағы жараны, созылмалы гастритті, өт қабындағы созылмалы ауруларды, панкреатитті, ішек ауруларын емдеуге көмектеседі. Сүзбе кез келген диета құрамына кіреді. Емдік құрамының әсерінен сүзбенің емдік қасиеті де мол. Сүзбе құрамындағы казеин жануарларға да ақуызды алмастырып, тойымдылығымен ерекшеленеді. Емдік қасиетінің арқасында сүзбе сүйек тканын қатайтады, атеросклерозды қорғайды. Сүзбе көптеген диеталардың құрамына енеді. Сүзбе жүйке жүйесін нығайтып, сүйек тканын қалыпқа келтіретін емдік қасиетімен ерекше. Халықтық медицинада сүзбені пайдаланады. Әсіресе өкпе қабынуы мен бронхитті емдейді. Ол үшін қышқыл сүзбеден компресс жасайды. 200 грамм сүзбені бір ас қасық балмен араластырады. Алынған қоспаны тегістеп матаға жағады да жоғарыдан жабады. Компрессті арқаға қойып, таза қағазбен жабады. Мұны әдетте түн мезгілінде істейді. Сүзбенің қауіпті жақтары. Сүзбені төзуге болмайтын ауру кезінде қолданбайды. Сонымен қатар бүйрек ауырған кезде де қауіпті. Өйткені сүзбе қатарында ақуыз көп. Одан бөлек майлылығы жоғары сүзбе қандағы холестерин мөлшерін көбейтеді және нәтижесінде семіру мен атеросклерозға әкелуі мүмкін. Уақыты өтіп кеткен сүзбені бұзылған қолдануға болмайды. Үй сүзбесінің мерзімі 36 сағат, ал дүкеннен сатып алынған сүзбе 5 күнге дейін шыдайды. Өйткені бұл ішек инфекциясын тудыруы мүмкін. Түйіршікті сүзбе ұзақ уақыт сақталады. Көлемі жөнінен майлы да үлкен болады. Диеталық сүзбе қант диабетімен ауыратындарға, әлсіреген адамдарға, жарақат алып күйік шалған, жүрегі ауыратын адамдарға аса қажет болады. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген пайдалы, қажетті ақпараттар бар.